Балалар, біз математика сабағынан 50-ші сабақпен танысамыз. Бөліндінің мәні де нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу тақырыбында өтеміз. Бүгінгі сабақта сендер бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлуді орындап үйренесіңдер. Енді балалар, оқулықта бізде 3-ші тапсырма берілген. 39-шы бетте есептеулерді жазбаша орындап, оны тексер тапсырмасы берілген. Осының бір тапсырмасын мен сендерге жазбаша есептеп түсіндіріп беремін. Жақсы, енді мұқият боламыз балалар. Бізге берілді 9684 санын 12-ге бөлуіміз қажет. Алдымен біз бұрыштап жазып аламыз. Енді біз екі таңбалы сан болғандықтан біз екі таңбалы санды толымсыз бөлгішті анықтап аламыз. 96-ны 12-ге бөлеміз. Балалар, сонымен қатар бізде 3 рет бөлінетін болғандықтан біз мына жаққа 3 нүкте белгілеп қоямыз. Себебі бөліндінің мәні 3 таңбалы сан болу керек. Біз ұмытып кетпес үшін, өйткені нөлі бар сандар ғой бізде. Бөліндінің мәнінде нөлі бар сандар болғандықтан. Ұмытып кетпес үшін солай қойып жатырмыз. Енді қараңдар, 96-ны 12-ге бөлетін болсақ, 8-ден береміз. 2, 8-ім 16, 6-сы түседі, 1 ойда. 8 бірім 8, ойдағы мен 9, азайтамыз 0. Мен 0-ді жазбаймын, себебі бізде әлі 2 санымыз бар бөлінетін. 8-ді түсіремін. Астына 8 12-ге бөлінбейді, сол себепті 4-ті түсіремін тағы да астына. Енді 2 сан түскен кезде балалар, біз мына жаққа 1-0 тіркейміз. Енді біз 84-ті 12-ге бөлеміз. Мен 7-ден беремін. 2 7-ім 14, 4-ті түседі, 1 ойда, 7 бірім 7, ойдағы мен 8, азайтамыз 0, Енді, яғни бөліндінің мәні 807 шықты. Балалар, енді біз осы бөлуді көбейтумен тексереміз. 807-ні көбейтемін 12-ге. Баған түрінде астасына жазып аламыз. Енді балалар, 807 санын 2-ге көбейтеміз, яғни 2 бірлікке көбейтеміз, астынан бастап жазамыз. 10-дық бірлікке көбейткен кезде, 10-дық бірге көбейткен кезде біз соның астынан бастап жазамыз. Есте сақтаймыз, балалар. 7 бірім, 7 2-ім 14, 4-ті түседі, 1 ойда. 2 0-ім 0, ойдағым 1-ді қоямыз, 8 2-ім 16. Енді біз 10-дық бірге көбейтеміз. 7 бірім 7, 0 бірім 0, 8 бірім 8. Енді біз осы толымсыз көбейткіштерді қосамыз. 4, 8, 6, 9 болды. Енді оқимыз. 9684 көбейтіндінің мәні. Мына санымыз біздің шықты. Демек, біздің шығарған есебіміз дұрыс. Осылай біз көз жеткізуіміз қажет тексеріп. Жақсы. Балалар, енді оқулықта келесі бетте, 40-шы бетте қараймыз. 4-ші тапсырма берілген. Бұл тапсырмада есептеулерге қара, қалай есептелген түсіндір тапсырмасы, яғни осыны мен сендерге түсіндіріп беретін боламын. Мұқият қараймыз. 4-ші тапсырма 40-шы беттегі бізге берілді. 820.680 санын 21-ге бөлуіміз қажет. Яғни 2 таңбалы сан, біз демек 82. Толымсыз бөлінгіш бізде 82. 82-ні 21-ге бөлеміз, 3-тен береміз. 3 бірім 3, 2 3-ім 6. Азайтамыз. Енді
Балалар, 2-ден 3 азайтылмайды. Біз не істейміз? 1 ондығын аламыз. 12-ден 3-ті азайтсақ, 9 болады. Біздің 8-іміз 7 болды. 7-ден 6-ны азайтсақ, 1 қалады, иә? 19. 19 21-ге бөлінбейді. Сол себепті біз мына 0-ды түсіреміз. Енді 190-ды 21-ге бөлу үшін 9-дан береміз. 9 бірім 9, 2 9-ым 18. Не істейміз біз балалар? Азайтамыз. 0-ден 9 азайтылмайды. 9-дан 1 ондық аламыз. 10-нан 9 азайтсақ 1 болады, иә? Енді біздің 19-ым 18 болды. Азайтқан кезде 0, иә? Енді 1 бөлінбейді. 6-ны түсіреміз. Енді 16. Тағы да бізге 21-ге бөліне ме? Бөлінбейді. Сол себеп мәні біз 6-ны 1 санды түсірдік. Енді астына 8-ді түсіреміз, қараймыз. 2 сан түсті. Біз мына жаққа 1 0-ды тіркейміз. Енді 168-ді 21-ге бөлеміз. 8-ден берем. 8 бірім 8, 2 8-ім 16. Азайтамыз. 0 болды. Енді қарасындар балалар, мына жақта 1 0 қалды. Оны біз не істейміз? Мұнда келіп тіркейміз. Мәні бөліндінің мәні 39.080 шықты. Енді біз балалар осыны не істейміз? Көбейтуменен тексереміз. 39.080-ді көбейтеміз 21-ге. Енді балалар мына жақта мына 0 тұра береді. Соңғы 0 тұра береді. Кейін біз бұны соңғы жана мәніне тіркей саламыз. Біз яғни 3908 санын 21-ге көбейтіп аламыз. Бірінші алдымен біз 3908 санын 1-ге көбейтеміз. 8 бірім 8, 0 бірім 0, 9 бірім 9, 3 бірім 3, біз бірліккең астына көбейттік па, соның астынан жазың. Енді біз 10-дыққа көбейтетін болса, қазір тура соның астынан былай қарай жазамыз. Қараймыз енді. 2 8-ім 16, 6-сы түседі, 1-і ойда. 2 0-ім 0, ойдағы 1-ді қоямыз. Енді 2 9-ым 18, 8-і түседі, 1-і ойда. 2 жердегі 3-ім 6, ойдағы менен 7. Енді біз осы толымсыз көбейткіштерді қосамыз. Мынау жоғарыдағы 0-ді қоямыз, түсіреміз. 8-ді түсіреміз. 6, 9-ға 1-ді қоссақ 10, 0-і түседі. 1-ін есте сақтаймыз. 8-ге 3-ті қоссақ 11, ойдағы мен 12, 2-сі түседі. 1-ін ойда сақтаймыз. 7, ойдағы 1 менен 8. Көбейтіндінің мәні 820.680 шықты міні. Яғни біздің шығарған есебіміз дұрыс шықты. Балалар, біз көп таңбалы санды, мысалға көп таңба бөліндінің мәнінде 0-дері бар сандарды біз бүгін шығарып үйреніп жатырмыз. Яғни бүгінгі шығарып жатқан тапсырмамыз көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша бөлу. Соның ішінде бөліндінің мәнінде